Сәлеметсіздер ме, менің оқырмандарым? Бүгін біз математика 131 сабақты өтеміз. Бірінші мысал. 3 тамбалы санның разрядтарына қара. Көбейтудің қалай орындалғанын түсіндір. Бұда бізде ұзын жолмен және қысқаша жолмен тұр. Міне, ұзын жолды бүйтіп айтамыз. 140 көбейту 2 тең 14 көбейту 10 көбейту 2 әйтпесе 14 көбейту 2 көбейту 10 деп алуға болады. Қысқартып ондық қылып жазуға да болады. 140-ты 14 ондық деп аламыз, көбейтеміз 2 тең 28 ондық деп аламыз мүмкін. Тобы бізде 140-ты 2 көбейт деп тұр. 2-ге 0-ді көбейтсең 0 түседі артына.